бәріңе сәлем, сіздермен бірге Кайджи. Бүгінгі видеода біздер 87+ герой пигін ашамыз, сонымен қатар онлайн драфтқа команда жинаймыз. Дайынсыздар ма? Кеттік. Ал көрейік, 87+ герой базовый немесе World Cup. Так, 1, 2, 3 кеттік. Жаман емес, бұл жерде бізде Дирк Кuyt, Папен және де Ljungberg. Кімді аламыз? Ljungberg'та жылдамдық бар, Дирк Kuyt орталық қорғаушы рөлін атқара алады. Папен как рейтингтік болмаса, біздер командамызға Дирк Kuyt алайық. Статус ондай қатты керемет емес, бірақ та орталық жартылай қорғаушы рөліне менің ойымша жақсы келеді. Бағасы да ондай аз емес, шамамен 400 мыңдай монета тұрады екен. Бұл пикті жинау маған 230 мың монетаға шыққан болатын. Жақсы, алдағы уақытта бұл ойыншыны негізі құрамамда ойнатып көремін. Ендігісін осы пикті жинағаннан маған берген 3 пакты ашып көрейік. Так, бұл жерде бізде локаут жоқ. Шылап көрейік, не барын. Так, үш ойыншыны осылай жібере саламыз. Ары қарай кеттік. Смешанный набор игроков дейді. Бұл жерде де Future Stars жоқ екен, Көмел бар 83 рейтингпен. Марқалар. Ары кеттік. 80+ игрок бар ішінде, көрейік не беретін. Бұл жерде де біздерде Рональд Арохо. Жақсы, кеттік. Ары қарай енді онлайн драфтқа өтейік. Драфт онлайн. Менде жетон бар, сол жетонды қолданып осы ойынға кірейік. Бұл жерде бізге беріліп тұрған 5 схеманың ішінен мен таңдаймын 4-1 схемасын. Так, капитан Луиш Фиго. Әлем чемпионаты версиясы. Форвард шабуылшы Альварес. Альваресті қолданып көруге болады әрине. ЦФД Нкунку. Осы ойыншыны көптен бері қолданып көргім келіп жүреді. Так, бұл
осы игрокты мен жаңа пиктан шығаруды қалап едім, онымен болмай қалды. Ким Зиеш, Фоден, Закария, Демаркс талғызылайын. Бұлар резервті қалатын ойыншылар. Ары қарай Диого Жота. Бұл жерде біздер аламыз. Өкінішке орай алатын ешкім жоқ. Сондықтан Джек Гриш талғызылайық. Енді ойыншыларды орналастыруға кірісейік. Бұл жерде бізде Турені қай жерге қоятынымыз сол. Әлі уақытқа дейін түсіне алмай тұрмын. Лионель Мессиді шығарайық осы жерге. Мүмкін екінші таймда шығарамыз. Жоу Канзелоды шығарайық. Яя Туре мынау ойыншысына аса қайрымне кірмейді. Бірақ та екінші таймда Окочел, Буфаль, төртеуін шығарсақ, ойында жаңартуға мүмкіндік береді деген ойдамын. Тренерді таңдайық. Тренеріміз Хазенхютл болсын. Ойынымызға кірісіп көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай результатым онлайн драфттағандай мықты емес, бірақ соған қарамастан ойында бастап көрейік қалай болады екен. Гулит шығарды ол. Кантана екеуінді шығарды олмен. Ой, біріншісін жарпай мықты емей. Альварес, әдемі. Бірден бір ары қарай көрейік. Месси. Лео Месси. Месси. Мы смотрим матч двух равных команд, все 2-2. Отличный пас на ход. Отличный пас в разрез. Эдсон, ой, Хулиан Альварес. Неге Эдсон Альварес берем осында? Іштегі. Месси начинает атаку разрезающим пасом. Альварес, хэт-трик. Ойына шығып кетті. Бірінші победа бар. Ары көрейік. Выпустить сегодня двух игроков, посмотрим, оправдают ли они это доверие. Удар нужен. Хулиан Альварес, бірінші гол, кеттік. Шамамен Месси. Лео Месси. Кого держит флаг. Ой. Қай жерде негр болып қалды мен что-то байқамай қалдым. Офсайдта болмаған сияқты түрде. Донован. Получилось отдать на гол. Лео Месси. Бағанағы офсайдқа қарамастан өзінің гол осы ойында салды. Ешінің пасы да жаман емес. Ой-ой-ой. Ай, зубастик. Развернуть контратаку. Такой момент. Ай, екі. Такое может быть. Такого не бывает просто. Но мы же видим. Видит игрока впереди и отдает пас. Пенальти.
отличный шанс выйти вперед. Гол! Реализует он пенальти. Не удается его остановить в защите. А вот сейчас может быть опасно. Сайт. И это, между прочим, третий. Все уже. Скорее всего, минус бір адаммен ойнау қиындау болып тұр қазіргі уақытта. Бағанағы жерде Есть время для развития контратаки. Нужно скорее возвращаться назад. Казалось уже, что вот он момент. Но отличный перехват от обороняющейся команды. Гунку может бить. үшінші голды салдық, бірақ қалған 3 минутта 2 гол салу өте қиын болады осы біздерге. Мяч покинул пределы поля, аут. Мяч переходит к другой команде, перехват. Как хорошо он игру прочитал. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Каналыма тіркеліп